Ал Ахмет Жұбанов аллеясына 60 түп көшет егілді. Туған қалаңа ағашылы акциясына жастар аға буын өкілдерімен бірлесіп үлес қосты. Ұрпақтар сабақтастығын жалғастыру мақсатында Жасыл ел жасағының сарбаздар мен белсенді ұзақ өмір сүру орталығының зейнеткерлері аллеяны тал-теректің алуан түріне толтырды. Акциясында қаладағы саябақ, сквер, гүлзар мен демалыс алаңдарының аумағына көкжүрек егу көзделген. Яғни ардагерлеріміз, біздің зейнеткерлеріміз, ата-әжелеріміз келіп, осы жастармен бірге өздеріңіз көріп тұрғандай қалалық мәдениет үйінің алдындағы Ахмет Жұбанов скверінің 60-қа жуық талдарымызды отырғызып жатырмыз. Бұдан бөлек бізде алдағы жоспарда қаламыздың әртүрлі скверлері, жастар жүретін парктерде көптеген ағаш отырғызу акцияларын жоспарлап отырмыз. Ұрпақтар сабақтастығы аясында үлкен кісілеріміз жас ұрпаққа баталарын беріп, өнегелерін өздерінің тәжірибемен бөлісу мақсатында осы зейнеткерлерімізбен бірге ұйымдастырып жатырмыз.